Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. Жәннат иелері жәннатқа кірген кезде Аллаху субханаху ва тағала оларға айтады дейді. Тағы бірдеңе қалайсыңдар ма дейді. Тағы бірдеңе қалайсыңдар ма сендер? Фаяқулун, жәннаттың иелері айтады екен, сен біздің жүзімізді ағартпадың ба? Сен өзіңнің жәннатыңа кіргізген жоқсың ба? Тозағыңнан сақтаған жоқсың ба? Бұдан артық не нәрсе бар деп айтады дейді. Сонда Аллах субханаху ва тағала айтады дейді. Фаякшиф әл-хиджаб. Хиджаб, перде деген бар ғой? Перде. Перде ашылсын дейді екен. Перде ашылған кезде біз Алланы көреді екенбіз. Алланы көреді екенбіз. Жаңағы, я Алла, сен біздің жүзімізді ағарттың, тозағынан құтылдырдың. Бұдан артық не бар деген жәннат иелері өмір бақи осы Аллаға қарап тұрсам екен деп ойлап отырады дейді сол кезде. Кейбір ғұламалар Аллаху субханаху ва тағаланың мына бір аятында, Бақара сүресінің 284-ші аятында «Estağfiru billah feyaghfiru limen yasha ve yu'azzibu men yasha» деген аят бар. Аллаху субханаху ва тағала кімді қаласа кешіреді, кімді қаласа не? Азаптайды дейді. Анналлаху қад жа'ала ал-мағфира амран муталлиқан бил-абид лилlah дейді. Енді кешірім дегенді Аллаху субханаху ва тағала өзімен құлының арасындағы не істеді? Байланыс қылды дейді. Кешірім дегенді құлымен өзінің арасындағы бір байланыс қылды. Егер де сен Алла тағаланы, сені кешіргенін қаласаң, демек не істе дейді? Жақсы нәрсе істе, бір жақсылық істе сен дейді. Қай уақытқа дейін Алла тағала сенің жаман болған күнәларыңды жақсылыққа ауыстырам дегенге дейін жақсылық жасай берсең. Ал егер де Алла тағала сені жалпы азаптағанын қаласаң, енді бұл не? Ешкімнің қаламайтын нәрсесі Алла тағаланың азабы. Бірақ та айтады имам Мутавалли Шарави, бірақ та сен қаласаң Алла тағаланың сені азаптаған, жақсылық жасамай қой. Жақсылық жасамай қой дейді. Алла тағаланың сені азаптағанын қаласаң дейді. وهذا يعرفنا أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به فإنه يملكنا الزمام дейді. Енді Аллах субханаху ва тағала бізге білдіріп тұр не нәрсені? Бізден жалпы Алла тағала нені талап етеді? Өзіне деген сенімді талап етеді адам баласына. Және де алдыңғы сабақта біз айтқанымыздай кілт кімнің қолында дедік? Кімнің қолында кілт? Алдыңғы сабақты ұмытып қалғансыздар ма? Кілт деген не ол? Алдыңғы сабақта. Біз алдыңғы сабақта айттық, Алла тағала бізге мынау 5 уақыт, 5 уақыт намазды ғана бізге парыз етіп қойды. Бірақ та қалған уақыт бұл біздің құзырымызда, кілт біздің қолымызда. Кілт не үшін? Кілт не сенің жәннатқа баруыңа, не тозаққа баруыңа, кілт өзіңнің қолында деген нәрсені айттық.